Қайырлы кеш баршаңызға. Мен бүгін кешкі ас рецебімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен картопты пісіріп аламыз. Ыдысқа салқын су құйып, картопымызды саламыз. Оны жұмсарғанша пісіріп аламыз. Картопымыз піскенше соус дайындаймыз. Алдымен биязды уақтап турап шығамыз. Сәбізді теркінің осы жақ бөлігінен өткізіп шығамыз. Кабачкейді жуып тазалап алдым, сыртында тазалап алдым. Енді төрт бүріштетіп барлығын турап шығамыз. Қазір жаз мезгілі, көкөністердің пісетін уақыты. Осы көкөністерден мейлінше көбірек дәрумендер алуға тырысайық. Көкөністерді турап шықтым, енді барлығын қуырамыз. Пияз бен сарымсақты қуырып алдым, үстіне сәбіз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осы сәттен бастап 10 минут қуырамыз. Сәбізіміз пісті, үстіне кабачки саламыз. Тұз, бұрышымызды саламыз. Томат пастасын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осы сәттен бастап 30 минут пісіреміз. Картопымыз пісті, үстіне сары май саламыз. Аздап сүт құямыз. Жақсылап еземіз. Тұз салып, тағы да еземіз. Тәрелкеге езілген картопымызды орналастырамыз. Үстіне соусымызды құямыз. Бетін аз көппен әрлеп шығамыз. Осымен кешкі асымыз дайын. Сіздер де пісіріп көріңіздер. Ұнайды деп ойлаймын. Толық құрамын описаниеде жазып кеттім.